Etishliklarning jazm o'rinlari. Etishlik mana 16 harflarning birining keyin kelsa majzum bo'ladi. Ular lam, lamma, la, li, in, idma, man, ma, mahma, mata, ayyana, aynama, anna, haysuma, kayfama, ayyu. Bu jazm adovatlarining alg'ashqi 4 bo'lgani bir g'ana etishlikda jazm etadi. Masalan, lam yadhhab ahadun. Hech kim barmadi. Al ikkinchisi ta'allama al-qira'ata wa lamma yaktub. Uchinchisi mur ibnaka falyahtarim muallimahu. To'rtinchisi la tay'as min rahmatillah. Qolgan 12si екі etishlikda jazm etadi. Birinchisi shart etishligiga fi'lul shart, al ikkinchisi shartli javob, javob shart deb ataydi. Misollar ular in tarham turham, idma tata'allam tataqaddam, man yasub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Жақсы, бүгінгі сабағымыз фе'ілдің жазым орындары. Қашан біздің фе'іліміз жазым болады? Біз өткен сабағымызда фе'ілдің насып орындарын өттік. Насып болу үшін қанша нәрсе керек? 4 нәрсе керек. Ән, лән, изен, кай. Осы 4 нәрсе келсе біздің фе'іліміз не болады? Мансуп болады. Енді жазым орны. Қашан біздің фе'іліміз жазым болады? 16 дүние бар. 16 нәрсе бар. 16 адауатун дейді. Адауат. Yani 16 нәрседен кейін келсе біздің фе'іліміз ол не болады? Ол жазым болады. Yani бұл 16-ның ішінде harfleri de var, isimleri de var. Жақсы ма? Harfleri de var, isimleri de var. Осы 16 нәрседен кейін келген фе'іліміз фе'іл majzum болады, фе'іл болады. Мысалы, біріншісі ләм. Ләм yazhab ahadun. Ләм фе'іл мудори majzum биләм ва аламат jazmihi не болды? As-sukun болды. Ya, ләм фе'іл мудори مجزوم بلام مجزوم بلام وعلامة جزمه نقول السكون لم حرف كده bizim fiilimiz neye aylandı? Meczum oldu. Bunun 14 sigası lem yazhab, lem yazhaba, lem yazhabu, lem tezhab, lem tezhaba, lem يذهبنا لم تذهب لم تذهبا لم تذهبوا لم تذهبي لم تذهبا لم تذهبنا لم أذهب لم نذهب. Yani fiil mudori'nin altında lem деген әріп келетін болса, ол не болады? Ол sukun болады соңғы. Екіліктер мен көптіктерден не түсіп қалады? Nun түсіп қалады. Иллет әріп келетін болса, иллет әріп түсіп қалады. Жақсы ма? Тағы мына жерде жазып болып тағы бір не мына жерде? Мына жерде ләм әріпі, ли. Сендерге жазым болатын неше нәрсе берген? 16 нәрсе берген. Оқыған 16-ларын? Ең алғашқысын оқы. Ләм, ләммә, лә, ли, ләмур әмір, лән нәхи, ин, измә, мән, мә, мәхмә, мәтә, әйяна, әйнәмә, әннә, хайфыма, кайфыма, әйю. Осы 16. Сол 16. Фе'л мудори жазым болады. Сол 16-ның ішінде не бар? Ли бар. Ли біздің әмірлі ғайып бар ғой. Әмірун лил ғайып. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu деген ли бар ғой. Міне сол ли. Ли деген сол. Әмірлі ғайыптың ләмі. Міне осыда фе'л мудори несі бар? Жазым болып жатыр. Мына жерде мәселен ли мына жерде бар болған мынау фә қосылғаннан кейін мына жерде сукунмен оқылып тұр. Негізінде бұл касырмен оқылады. Лияхтарим. Не қылсын? Құрметтесін деген сияқты. Сонда бұл лияхтарим деген не болады? Фе'л мудори majzumun bi ләм ва аламат жазмихи as-sukun болады. Енді бұл жерде тағы бір керемет дүние, бұл 16-ның алғашқы 4-еуі тек қана бір фе'ілге ғана әсер ете алады. 16-ның алғашқы 4-еуі кімдер олар? Ләм, ләмма, ләмул әмір, ләмул нәхи. Осы 4-еуі бір ғана етістікке әсер етеді. Ал одан кейінгі қалған 12-сі екі фе'ілге әсер етеді. Мысалы, не болса білін сендерге? Ин тархам турхам. Ин тархам turham. Tағы мысал айт. İzma teta'allam tetaqaddam. İzma teta'allam tetaqaddam.
تتعلم تتقدم يعني и так далее. Сонымен ар жаққа қарай не? Соңына шейін жалпы айтқан кезде мына жерге мына бірінші топта төртеу бар, мына екінші топта нешеу бар? 12. Төртеуі бір фиилді жазым болады, 12-сі екі фиилді жазым болады. Мысалы мына жерде тархаму, турхаму, мына жерде татаалламу, татақаддаму еді. Алдына не кірді? Ин кірді. Ин кірген кезде тархам болды, турхам болды. Негізі инді аттасы не болады? Тархаму, турхаму. Ин кірді, тархам, турхам. Жақсы ма? Ал мына жерде изма. Изма кіруден алдын татаалламу, татақаддаму еді. Изма кірді, татааллам, татақаддам болды. Жақсы ма? Одан кейін мәнге қандай мысал берген? Мән ятлуб يجد من يطلب يجد من يطلب يجد من кірді қандай болған? Ятлубу яжиду болған. Мән кірді, мән ятлуб яжидке айналды. Жалпы бұл 16 адауат, олар не істейді? Екі фиил мудориді жазым болады. Жақсы ма? Сосын тағы жаңа айттық. Бұлар ішінен екіге бөлінеді. Оның ішінде харфтары бар және исімдері бар. Харфтары бар және нелері бар екен? Исімдері. Мысалы мына жерде ин бұл харф. Мына жердегі мән бұл исім. Жақсы ма? Ин харф, мән исім. Бұлар кейін жаңа жеке өздерімен әрқайсымен жеке танысқан кезде көресіздер. Мысалы сол кезде менің и аулаптаған кезде көріңіздің қалай болады? Бірінші инді айтам. Ин бұл не? Харф шарт. Харф шарт деп аталады. Ин деп аталады деген? Харф шарт. Харф шарт, яғни шарт қояды. Ин, егер шарт қойып жатыр. Мына жердегі бүкіл барлығы шарт. Ол мейлі ин болсын, изна болсын, мән болсын, мәхмә болсын, әйяна болсын, кайфама болсын, оның барлығы шарт мағынасында. Егер деп бастайсың теманы. Жақсы ма? Егер тархам, не қылсаң? Рахымдылық қылсаң, турхам, рахымдылық көресің. Деген сияқты. Мейірімділік қылсаң, мейірімділік көресің. Сонда ин харф шарт болды. Жақсы. Енді не келді бізде? Тархам. Бұл фиилді былай айтып кетсең болады енді. Мабниун аля ас-сукун. Дұрыс па? Енді маған не келеді мына жерде? Тархам. Қара. Тархам. Міне осы жерде қашан біздің жазым қылатын адауаттар екі нәрсеге әсер еткен кезде бірінші фиилдің атын фиил шарт деп атайды, екінші фиилдің атын жауабу шарт деп атайды. Жақсы ма? Сонда тархам не болады? Фиилу шарт болады. Фиилу шарт мажзумун немен? Би-ин. Би-ин. Жақсы ма? Ва аламату жазмихи не болады? Ас-сукун. Ас-сукун. Яғни біріншісіне орал осылай бітті. Ин харф шарт мабниун аля ас-сукун. Тархам фиил шарт مجزوم ب إن وعلامة جزمه السكون. ترحم. جواب الشرط جواب الشرط مجزوم بإن تصفى وعلامة جزمه السكون. وعلامة جزمه السكون. يعني kez kelген осы 16 адауат кірген кезде алғашқысын не деп атаймыз? Фиил шарт, екіншісіне дейміз жауап шарт. Мағынада да сондай болады. Егер де мейірімділік танытсаң, мейірімділік танисың. Изма татааллам, қашан сен білім алсаң,
Tataqaddam her daim aldında bolasın. Men kim yatlub izdense yecid ne qiladi? Tabadi degan siyahtı. Ma'no solay ketadi. Bärinde birinchisi fe'l shart, javob shart, fe'l shart, javob shart bo'ladi. Al endi bunada ne dedim men? In harf shart dedim-ku. Mabniun ala ne? Sukun. Men bo'lsa ismu shart bo'ladi. Ismu shart bu da sonday mabniun ala sukun. Yani bu жерде ayırmaçlığı ne? Eğerde harf şart bolsa harf şart deb atayım. Isim şart bolsa isim şart deb atayım. Aşık qarayga e'robini keyin ko'ramiz. Biroq o'sha yerga sheyim biluvim kerak bo'lgan narsa. Eğerde bizning fe'l mudoriyimizning oldina o'sha 16 narsa kelsa, lam, lamma, lamu, lamu, lamu nahi degansa 16 harf kelsa, man, mahmama 16 harf kelsa, onda ol fe'l mudoriy ne isteydi? Majzum bo'ladi. Yani sonun sukundaydı, nundan sürüp tastaydı, illet harf bolsa sürüp tastaydı. Meni sol 16'nın alğaçkı 4-övi bir gana yetiştikке әсер etedi. Қалған 12'si 2 yetiştikке әсер etedi. 2 yetiştikке әсер etken кезде birinci yetiştiktin atı fe'l şart deb ataladi, ikinci yetiştiktin atı javob şart deb ataladi. Al mına 12'nin içinde isimleri var, және neleri var? Harfleri var. Onu aytkan kezimizde ne harf şart, ne ismi şart deb aytamiz. Жақсы ма? Түсінікті ғой жерге шейін. Жақсы. Енді қараңдар. Енді әрмен қарай соңғы жақтарын оқыған да мына жерінде. Анау не орны бір орында. А бұл жерде жоқ екен, жақсы. Yani ana ol marfuatların içinde var. Bunlar da var mı? O ana İncitani akrompika degan var mı? Marfuatların içinde жақсы қалас. Onu inşallah marfuatқа барған кезде не істейміз? Оқимыз. Түсінікті ғой мысалы. Жаттығуда қара не дейді бірінші жаттығу? 17 жаттығуда төмендегі сөйлемдердегі мәжзум етістіктердің жазым белгілерін көрсетіңіз. Төменде сөйлемдер берген мәжзум етістіктер табамыз, жазым белгілерін айтамыз. Бірінші немен жазым болып жатыр? Жазымның белгісі не? Дәл мынаның арабшасымен істеп шықсаң жақсы. Мәжзумун билам аламаты жазмихи сукун. Мәжзумун биин ва аламат жазмихи сукун деген сияқты. Yani оқыш бір сөйлемді. Aynama takunu yudrikumul mautu. Aynama takunu yudrikumul mautu. Aynama isim şart, takunu fi'l şart, majzum jazm belgisi ne? Hasf nun. Takununa bo'lgan ya. Yudrikumul mautu. Yudrikum javob şart, jazm belgisi ne? Sukun. Yudrik degende kının töbesindeki sukun. Жақсы, одан кейін söylem. La taksal fi talabil ilmi. La taksal fi talabil ilmi. La neç fiil jazm bo'latir? Birev gana. La taksal fiil mudari majzum bi la wa alamat jazmihi taksal as-sukun. Odan keyin söz. Lam yaknisu dara. Lam yaknisul dara. Lam yaknis bu жерде fi'l mudari majzum bi lam yaknis fi'l mudari majzum bi lam wa alamat jazmihi ne? Hasbun. Yaknisu degan so'z бар ма? Onda hasbun. Жақсы ма? Осылай полный бәрін істеп шығамыз. Барлық fi'lдерді істеп шығамыз. Одан кейін жаттығу. Мына жазым адаваттардың бір-біріне мысал келтіріңіз. Төменде жазым адаваттарын берген, соған сен не істейсің? Бір-бір мысал келтіресің. Қаласаң ойыңнан келтір, қаласаң Құраннан, хадистен келтір, өзің білесің. Одан кейін 19-шы жаттығу. Төмендегі сөйлемдердегі мансуб етістіктердің астына бір сызық, majzum етістіктердің астына екі сызық. Сендерге сөйлем берген, сөйлемнің ішінде насып пен жазымды істеп шығасың, ажыратып шығасың. Жазымға бір сызық, насыпқа бір сызық, жазымға екі сызық. Мысалы оқы. لينفق ذو ساعة من ساعته. Ne bo'latir? Liyunfiq degan. Limen jazm bo'latir. Odan keyin söylem. Aradtu an azhaba ilayka falam aqdir. Aradtu an azhaba ilayka. An azhaba ne bo'latir? Mansub bi an. Durustmi? Oslay ajratib chiqasin. Odan keyin jatdi qo'y.
Төмендегі сөйлемдердегі сөздерге тиісті харакеттерді қойыңыз. Төменде сендерге етістіктер берген, сол жерге харекеттерін алып тастаған, немесе қоймай қойған, соның орнына не істейміз? Харекеттер қойып шығамыз.